Таңғы асқа жұмыртқа қуырамыз. Бісміллә деп бастаймыз. Сөніп тұрған плитаның үстіне салқын сковородканы қоямыз. Мен сковородканы холодильникке 5 минутқа салқындатып алдым. Салқын сковородканың үстіне сұйық май құйып, бетіне тұз септім. Жұмыртқаның сары уызын ақ уызынан бөлеміз. Бірінші ақ уызын сковородкаға салып, бетіне сары уызын қоя саламыз. Егер сары уыз сковородканың шетіне сырғып кетсе, ақ уыздың ортасына қарай жылжытып қоямыз. Тура соянан екінші жұмыртқаны саламыз. Енді плитаны орташа температураға қосып, бетін жауып күтеміз. Жұмыртқамыз дайын. Таңғы асқа берсеңіздер болады. Ресторандағы таңғы асқа жұмыртқаның дайындалу жолы осылай. Жұмыртқаның ақ уызы біркелкі болып піскен, табаны күймеген, шеттері күймеген. Ал мына жұмыртқаны мен керісінше жасадым. Тұзды бетіне септім, жұмыртқаны ақ уызынан бөлген жоқпын, және қатты ысып тұрған сковородкаға пісірдім. Табаны күйіп кетті. Осы ережелерді сақтап таңғы асқа пісіріп көріңіздер. Комментарияға қалай шыққанын жаза кетіңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.